пранк, жасайтын кезде идеяларды қайдан аласың? Идеяны қайдан аласыз болған кезде біз андай арнайы сценарий жазбаймыз, дайындалмаймыз. Чисто импровизациямен. Таза импровизация. Таза импровизация. Ешқандай дайындықсыз. Дайындықпен шығып көрдік бір рет, болмады. Өйткені әртүрлі адам кездеседі ғой. Алдымнан бір адам келе жатқан кезде бірден басым сол ыңғайлы да. Чем сценарий жазғаннан. Қазақстандағы ең алғашқы пранкерлердің бірі деп айтсақ та дұрыс шығар, иә? Себебі бірнеше видеосын өзім көріп, күлгіге әбден қарық болғам. Жоқ, енді бірінші деуге келмейді. Біздің алдымызда да кеше Марат ағаларымыз бар, баяғыда Мәссаған Нұрбасов. Бірақ енді менің форматым сәл басқаша да. Сол жағынан бәлкім. Жалпы бұл идея қайда келді? Пранк жасау идеясы. Өзің бәлкім вайннан бастадың ба? О, баста тарихын айтып берші. Жоқ, ешқандай вайн түсірген жоқ. Қалай қызықтың жалпы? Менің Бексұлтан деген досым бар, класстасым. Сол жігіттің өзінің YouTube-та каналы бар. Футбол түсіреді, челлендждер түсіреді. Сол жігіт бір күні каналына қонаққа шақырды, футбол ойнайық. Сөйтіп бардық, мен енді тек әзіл жағынан жүрдім, футбол қатты ойнай алмаймын. Содан кейін сол жақта елдің барлығы алмасты барлығы сұрағаннан кейін Бексұлтанның маған келіп осындай нәрсе түсіріп қойсақ қалай болады екен деп ой тастады. Сөйтіп бірге түсірдік. Бір-екі видеодан кейін бірден жақсы таралды ғой. Рекке кіріп кетті дейсің бе? Менің ойымша Алмас бар ауылда